кезекті тақырыбымыз ол бізде сандар. Әрине бұл сіздерге оңай көрінуі мүмкін. Numbers, ағылшын тілінде сандар numbers. Бірақ көптеген оқушылар, тіпті студенттер де осыдан қате жібереді. Біз сандардың бүгін реттік сан есім және есептік сан есімін қарастырамыз. Есептік сан есім бізде cardinal numbers болады. Cardinal, то есть есептік 1, 2, 3 деген сөз, иә? Және реттік сан есім бізде ordinal numbers болады. Ordinal numbers. Енді не істейміз? Алдымен сіздерге түсінікті болу үшін былай екіге бөлейік. Ағылшын тілінде мысалға есептік сан есімде 1 бізде 1 болатын болса, реттік сан есімде всегда the қоямыз. Бірінші the first болады. The first, бірінші. 2 бізде 2, екінші также the second. Бұл бізде исключение, ерекшелік сөздер. The second. 3 бізде 3 болса, үшінші the third. The third. Мұнан бәрінде бізде the, мен қайта жазба қояйын. 4 бізде 4, төртінші the fourth. 4 деген сөзге th жалғауын қоса саламыз былай. 5 бізде 5 болса, енді мына жерде қараңыздар. 5 деген сөзде окончание ve болатын болса, ол бізге f-қа өзгереді. 5-ші будет the fifth. То есть мен не істедім? Мұна тұрған ve окончаниясын алдында f-қа өзгерте салдым. Сонда 5, 5-ші the fifth болады. 6 бізде 6, 6-шы the sixth. Яғни 6 деген сөзге th жалғауын былай қоса саламыз. 7, 7, 7-ші the seventh. 7-ші. 8 бізде 8. Енді қараңыздар, 8 деген сөзде бізде t жалғауы тұр, я, окончание t. 8-ші деген кезде қайтадан 8 деп жазамыз да, жай ғана h жалғауын қосамыз. Бұл бізде 8-ші деген сөз, the eighth. 9 бізде 9, 9-ші the ninth. 10 бізде 10, 10-ші the tenth болады. th жалғауын қосамыз. Енді біз әрқашан бұлай әріптермен жазбаймыз, иә? Мектепте күнді жазған кезде қысқартып жазады. Мысалға 1 сентябрь деген кезде қалай жазады? 1 деймізді, ең соңғы мына 1 деген сөздің 2 әріпін үсті жағына битіп әкеліп қоя саламыз, иә? Сонда the first of September, сентябрьдің 42-тің 1 деген сияқты, иә? Міне, мектепте күнді біз осылай жазамыз. Көп оқушылар түсіне бермейді, мынау қалай жазылып жатыр деген сияқты. Ол бізде қаяқтан алынған? Реттік сан есімнен алынған. Яғни бірінші сокращенная формада 1 деп жазасыздар да, мына ең соңғы 2 әріпін үстіне әкеліп битіп қоса саласыздар. 2 бізде 2 болған, екінші the second, ең соңғы 2 әріпін битіп үстіне әкеліп қоя саламыз. Сонда the second болады, иә? Сокращенная санмен үшіншіні жазатын болсақ, также соңғы 2 әріпін өстіп қоса саламыз. 4 бізде 4, 4-ші the fourth болады. Ең соңғы 2 әріпін жоғары қарай әкеліп қоя саламыз. 5, точно так же, дәл осылай, the fifth. 6, the sixth. 7, the seventh. 8, the eighth. 9-шы the ninth. 10-шы, 10 дейміз да, ең соңғы 2 әріпті жоғары қарай осылай әкеліп жаза саламыз. Яғни бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ал енді ары қарай кеттік. 11-ден бастап 20-ға дейін жазайық, иә? 11 бізде 11 болады. 11-ші деген кезде также the қоямыз. 11 деген сөзге th жалғауын қоса саламыз. Міне, the 11th. Былай сызайық, иә? 12 бізде 12 болады. Енді қараңыздар, мен бағана 5-те қалай айтып едім? Окончание ve болатын болса, онда міне 12 деген сөзде дәл солай. Біз аламыз да, мынаның бәрінде the болады, иә? ve окончаниясын f-қа ауыстыра саламыз, міне, the 12th болады. 12-ші the 12th. Ал енді ары қарай 13-тен бастап easy. Бізде 13, бізде 13 болады, иә? 13. Не жаздық 13. Енді осы түбір сөзге, 13 деген сөзге th жалғауын қоса саламыз, болды. Осылай реттік сан есім шығады. Оңай, иә?
13 13, the 13th 13-ші деген сөз. Дәл солай. 14 4. Так, I'm sorry. 14 14. Мына жерге қайта-қайта жазбай қояйын. Мына жерінде 14th th жалғауын қоса саласыздар. 15 деген сөз бізде қалай болды? 15, не 15, көп оқушылар 15 деп айтады. Нет, это 15, 15. 15-ші деген кезде тура осы сөзді жазасыздар да, тағы оған th жалғауын қоса саласыздар. Сонда the 15th болады. 16, 16, 16-шы, the 16th th қоса саламыз, я? 17, 17, окончание тин, қосамыз th, the 17th. 18, ой, I'm sorry. Так, 18, 18, қосамыз, 18th th қосамыз. 19, 19, 19-шы, 19th болады. 20. Кстати, 20 деген сөзді қараймыз. 20-да қалай болады? Жай 20 бізде 20 болады. Енді мына жерде кішкене бір ерекшелік бар. 20, 30, 40, 50, 90-ға дейін окончание сіздерде y болады. Және y әріпінің алдындағы әріпке қарайсыз, оның бәрі сізде дауыссыз болады. Онда не істейміз? Біз y-ды түсіріп тастаймыз. Реттік санесімде, я? Y-ды түсіріп тастайсыздар да, орнына I, E, T, H қосасыздар. Сонда 20-шы будет the 20s болады. The 20s. 30 дәл солай болады. Біз енді ары қарай 30-дан бастап ары қарай келесі сабақтарда сіздермен бірге қарастырамыз. Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. See you next lesson.